Армысың қызық. Мақсат үш деген біреу былай деп жазыпты. Кітаптарың жоқ болса, сөздік терминді қайдан алып жатсыңдар дейді. Данышпанның сөзі, кемеңгер. Қай жеріңнен ойланып отырып жаздың екен бұны, а? Түсініп отырмын сенің ішкі болмысында бұлдыңдап жүгіріп жүргенің, түлкінің қандай түрде екенін. Кім айтты саған? Кез келген ұлтқа, халыққа, тайпаға, тобырға кітаптар сөздік әкеліп беретін. Қазақтың сөздік қорын 2.600.000 сөздік қорын ешкім мә кітабын содан теріп ал деп айтқан жоқ. Айту мүмкін емес. Міне бір халыққа кітап бердім, сол кітаптан қазақтың сөздерін теріп ал деп. Керек болатын болса сенің ойлап отырған кітабың, Қиран Хират, Құран кітабының ішінде тұрған уақияларды, дәлелдерді түсіргенде Раббының өзі жердегі расулына мәликасын жіберіп отырған кезде былай деп аят берген. Әй Мұхаммад, сенің тіліңде дейді, бір кітапты уақи етіп отыр деген аят бар. Тағысын тағы, бәрін айтпай ақ қояйын. Раббының өзі айтып отыр. Мен саған сөз бердім деп отырған жоқ кітабым арқылы. Мен жіберіліп отырған дәлел, мен жіберіп отырған уақи кітап сенің тіліңде түсіріп отырмын дейді. Яғни арабтың тілінде түсіріп отыр. Түсінесің ба қалай? Кітаптың ішінде тұрған сөздерден арабтар сөзді түзіп алмаған. Сондықтан ауызды бағып сөйлеу керек. Көкейіңде тұрған білімсіздігіңді сыртқа шығармау керек. Кітаптарың жоқ болса, сөзді қайдан алдыңдар деме. Сөзді Тәңірлік Құдайдың өзі баяғыда қазаққа берген. Оның үстіне бір затты ескертейін. Мына біздің болмысымыз жазып атқан ақ, аққа Құдай жақ. Қаз ақ деген сөзде кездесетін ақ біздің болмысымызды құрап тұрған. Соның өзінің тілі бар. 5 сөзден тұрады. Аданин, гунанин, ситазин, тимен, урацил. Ғылымдар ашқан. Мына біздің болмысымызды құрап тұрған клетканың тілі бар. Ғылымдар атап қойған солай деп. Осындай сөз арқылы тірі әлемді жаратады екен деп. 5 саны. Жаңа осы 5 дейді. Мына әлемді жарататын дейді. Лик дейді. Лик. Мына табиғаттың ол жүзі дейді. Қазақта да 100 деген сөз бар. Оның да саны 5. Ұлы 100, орда 100, күші 100, 40, 100, 1000 деген. Осы 5 дейді 20 елші төлемен бірігіп, дін діңгегімізбенен бірігіп, Тәңірімізбенен одақтаса отырып, тірі әлемді жасайды, оның ішінде қазақты жаратады дейді. Бүткіл әлемнің халықтарын жаратады дейді. Соны Тәңір діні дейді. Қазақтың Тәңір дініндегі дін деген сөз столб, основа деп аударылады. Деп айтып жүріп. Ақиқат кітабында да жазып тастадым. Сол столпымыз, столпы миросоздания деген сөзге нақ келетін біздің дін діңгегіміз қазақтың 20 елші төресі. Яғни біздің болмысымызда да өзіндік тіл бар екен. Ғылым ашқан, сосын атау қойған жаңағыдай. Қазақ көрген, қазақ білген, қазақты атау қойған. Біздің жүзіміз бар деп. Сол тұрған 5 қазақ деген ұлттың, әлемнің кез келген ұлтының тілдік құрылымын жасайды. Оғасың бұны? Оқпайсың. Енді екеуміз мына компьютер арқылы сөйлесіп отырмыз. Бұның да өзіндік тілі бар. Білесің бұны? Қалай деп аталынатынын білесің бе? Мына екеуміз сөйлесіп отырған компьютердің программасының тілі бар екенін білесің бе? Оқы, түйсін. Біздің қазақтың балаларының ақымақ жері осы. Еш нәрсе оқымайды. Әйтеуір қырсық бірдеңені айтқысы келеді отырады. Сол қырсық сөзінің асын өзіне түсіндірсең, осындай ауқымды ойлар пайда болады. Ғылыми дәлелге сәйкес келеді. Қазақтың 2.600.000 сөзді қорын мына әлемді баламалап тастаған. Көрінетінде, көрінбейтінде баламалап тастаған. Тілінің арқауы, ойының тұрағын ешкім үйрете алмайды. Оның ішінде қазақтың сөзінің ішінде трансценденттік ерекше дыбыстар бар. 9 дыбыс бар.
түркі баласымын деп жүргендер қайта алай алмайды. Сол дыбыстар дұрыс айтылмай қалса, сол дыбыстар дұрыс шығарылмай қалатын болса, сөз өзінің мәнінен де мағынасынан да, одан туындайтын себеп пен салдардан да айырылып қалады. Сондықтан көп оқы, көп оқығанда салдырлатып оқи берме. Мынау әлемнің дүниетанымдық түсініктері екен, мынау әлемнің бәленбай деген Нобель сыйлығы алған ғалымның айтқан керемет екен. Осыны қазақ білген ба деп оқы. Мен қысып, мен кез келген әлемнің дүниетанымын тыңдаған соң ойлаймын, осыны қазақ білген ба, білмеген ба деп. Қазақтың оны білгенін білетін болсам, ысырып қоямын да қазақтың дүниетанымын айта бастаймын. Аналы мысал ретінде салғастыра отырып. Біздің қазақтың дүниетанымында мынандай түсінік бар, олардың религияларында, вераларында, олардың ғылыми жолдарында айтылып отырған түсініктері мынандай. Олар да ұлы, біздің қазақтың дүниетанымында ұлы деп. Сұрақ қоймастан бұрын қазақтың дүниетанымын зерттеп зерделе. Оғын қазақ қобырлардан емес, қазақ ұлт. Ана шетелдің нация деген сөзіне сәйкес келмейді. Қазақтың дүниетанымындағы ұлт деген сөз өзінің Корея темін білетіндер, паспорт видасын білетіндер. Сау бол.